Сәлем, бүгін мен постерде қызметкерлердің жалақысын есепке алуды қалай орнату керектігін көрсетемін. Жалақыны есептеу сізге қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алуды орнатуға, жалақыны есептеу әдісін таңдауға және қызметкерлерге төленетін соманы бақылауға мүмкіндік береді. Жалақыны есептеу тек бизнес және кәсіптік тарифтер бойынша қолжетімді. Жұмыс уақытының есебін реттеу үшін әкімші тақтасындағы жалпы параметрлер қойындысын ашыңыз. Әкімшілік параметрлер бөлімінде қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу опциясын қосыңыз. Сақтау түймесін басыңыз. Енді қызметкердің лауазымына байланысты жалақыны есептеу әдісін таңдаңыз. Ол үшін позицияға кіру қойындысына өтіңіз. Қосымша позиция жасаңыз немесе бұрыннан бар позицияны өңдеңіз. Жалақы блогында жалақыны есептеудің бір немесе бірнеше әдісін көрсетіңіз. Сағатына, ауысымына немесе айына белгіленген мөлшерлемені енгізіңіз. Барлық санаттар бойынша немесе белгілі бір санаттар бойынша сатылымдардың пайызын көрсетіңіз. Мысалы, барлық жеке сатылымдардың 3%-ын және бір ауысымда сатылған сусындардың 5%-ын есептеңіз. Сақтау түймесін басыңыз. Енді қызметкерлеріңізге лауазым тағайындаңыз. Ол үшін қызметкерлерге кіру қойындысында жаңа қызметкерді қосыңыз немесе бұрыннан барын өңдеңіз. Лауазым өрісінде ашылмалы тізімнен қажетті қызметкер лауазымын таңдаңыз. Енді дұрыс конфигурацияланған жалақы есебімен қызметкерлердің жұмыс уақытын, ауысым санын, сату пайызын және жалақының жалпы сомасын қараңыз. Жалақыны қаржыландыру қойындысын ашыңыз. Күнтізбеден жалақыны есептеу кезеңін таңдаңыз. Айлық мөлшерлемені, жұмыс істеген сағаттарды, ауысым санын және ауысымдағы тамаша немесе жалпы сатылымның пайызын көрсететін бағандарды қосыңыз. Барлығы бағанында таңдалған кезеңдегі соңғы жалақы көрсетіледі. Жалақы формула бойынша есептелетін болады. Айлық мөлшерлеме жұмыс істеген күндерге көбейтілген ай күндерінің санына бөлінеді. Мысалы, айлық мөлшерлемесі $1000 болатын қызметкер 15 ақпаннан 4 наурызға дейін жұмыс істеді. Постер төленетін соманы осылай есептейді. Дұрыс конфигурацияланған жалақы есебімен сіз қызметкерлеріңіздің ақшасын дұрыс қадағалап төлей аласыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдар керемет өтсін.